Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 50-ші сабақ сандарды қосу және азайтуды әрі қарай жалғастырамыз. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып сұрақтар құрастыр дейді. Ендеше суретке қарайық. Бұлай сұрақ құрастырсақ болады. Суретте неше кішкентай бала бар? 1, 2. Суретте 2 кішкентай бала бар. Ересек кісіден неше ересек кісі бар? 1, 2, 3, 4 ересек кісі бар. Неше кесе бар? 1, 2, 3, 4, 5 кесе бар. Көк тарелкадан нешеу? 1, 2, 3. Жауабы ақ тарелкадан нешеу? 1, 2, 3, 4. Мына кісінің қолындағымен 5. Сонымен қатар неше қасық бар деп сұрақ қойсақ болады. Кішкентай қасықта нешеу деп? 1, 2, 3. Мына кісінің алдында 4, 5, 6 кішкентай қасық бар. Вилка, пышақты да санап осындай сұрақтар қойсақ болады. Сонымен қатар мына бәліштерді де санасақ болады. Мына қызыл бәліште нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. Осы суреттерге қарап осындай сұрақтар қойсаңыздар болады. Келесі сандарды теңде 3 қосылғышының қосындысы түрінде жаз дейді. Ендеше 60 деген қандай 3 қосылғыштың қосындысы, соны жазайық. 60 бізде 3 бірге қосылғыш, ол 20 қосу 20 қосу 20. Осының қосындысы 60-қа болады. 60-қа тең болады. 20-ға 20-ны қоссақ 40, 40-ға 20-ны қоссақ 60 болады. Мінекей 3 қосылғыштың қосындысы. Келесі 30 деген сан 3 қосылғыштың қосындысы болса 10, 10 және 10 болады. 10-ға 10-ды қоссақ 20, 20-ға 10-ды қоссақ 30. Енді қараңыздар бұл жерде. Неге мына сандарды таңдадық? Бұл ондықтар тура бірліктер сияқты, тек қана айырмашылығын жанындағы 0 дегенде ғой. Мысалы 6 санының құрамы 2 мен 4 деп аламыз ғой. Сол мына 2-ні біз 2 қосу 2 деп алсақ болады. Сонда 2 қосу 2 қосу 2 бұл 6-ға тең. Дәл сол сияқты 20 қосу 20 қосу 20 60-қа тең болады. Дәл сол сияқты мысалы 3 деген санның құрамы 1 қосу 2. Мына біз 2-ні 1 қосу 1 деп жазсақ болады. 1 қосу 1. Тура сол сияқты 30 санның саны 10 қосу 10, осы 10 деп жазсақ болады. Келесі 6 санны 3 қосылғыштың қосындысы ретінде жазатын болсақ, ол 2 қосу 2 қосу 2. Жаңа айтып кеткен сияқты. Тура солай 2-2-ні қоссақ 4, 4-ге 2-ні қоссақ 6. Келесі 9 деген 3 бірдей қосылғыш, ол 3 қосу 3 қосу 3 тең 9 болады. 3-ке 3-ті қоссақ 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9. Мінекей осыны 3 қосылғыштардың қосындысы түрінде жаздық. Келесі мысалдарды жазып, оларды есептеп. Мынау азайту 10-ды көрсетіп, стрелка қойып қойған. Бұл дегеніміз мынау тұрған сандардан 10-ды азайтамыз деген сөз. Демек 50 азайту 10. 50-ден 10-ды азайтсақ қанша? 40 болады. Келесі 60 азайту 10 50-ге тең. 70 азайту 10 60-қа тең. 80 азайту 10 80-не 10-ды азайтсақ 70-ге тең. 90 азайту 10 90-на 10-ды азайтсақ 80-ге тең. Және 100 азайту 10 90-ға тең. Мінекей мына тұрған сандардан біз 10-ды азайтып, оларды есептеп шығардық. Келесі бос орындарға тиісті сандарды қой дейді. Мына жерге тиісті сан, яғни бұл 100 санның құрамы, 90, 80, 70 сандардың құрамын жазуымыз керек. Мына жердегі тиісті санды табу үшін біз 100-ден 60-ты азайтсақ болады. 100-ден 60-ты азайтсақ қанша? 100-ден 60-ты азайтсақ 40. Демек, мына жердегі сан ол 40. Келесі мына жердегі сан табу үшін біз 100-ден 40-ты азайтамыз. 100-ден 40-ты азайтсақ, ол 60-қа тең.
Демек 100 санының құрамы 60 пен 40 және 40 пен 60. Келесі 90 дейді. Мына жердегі сан табу үшін 90-нан 30 азайтамыз. 90 азайту 30, ол 60-ға тең. Келесі ал мына жердегі сан табу үшін 90-нан 60 азайтамыз. 90-нан 60-ты азайтсақ 30-ға тең. Демек 90 санның құрамы 60 пенен 30 және 30 пенен 60. Мінекей. Келесі мынау 80. Мына жердегі сан табу үшін біз 80-нен 60 азайтамыз. 80 азайту 60 20-ға тең. Мына жердегі сан табу үшін 80-нен 20-ны азайтамыз. 80 азайту 20 60-ға тең. Демек 80 санның құрамы 60 пен 20 және 20 мен 60 болады. Келесі 70. Мына жердегі сан табу үшін 70-тен 60-ты азайтамыз. 70-тен 60-ты азайтсақ 10 шығады. Мына жердегі сан табу үшін 70-тен 10-ды азайтамыз. 70-тен 10-ды азайтсақ 60 шығады. Демек 70 ол 60 пен 10-ның қосындысы және 10 мен 60-тың қосындысы. Мінекей осылай шығарамыз үшінші есепті. Келесі төртінші есеп. Бір бағанның мысалдарын есепте сыныптасы мен дәптеріңді алмастыр, тексер. Біз барлық бағанның есептеп шығайық. Бірінші 50 азайту 20. 50-ден 20-ны азайтсақ 30 шығады. Келесі 30 қосу 60, ол 90-ға тең. 90 азайту 70 20-ға тең. 20 қосу 50 70-ге тең. Келесі екінші баған 50 қосу 30 80-ге тең. 40 азайту 30 10-ға тең. 80 азайту 60 20-ға тең. 100 азайту 40 60-ға тең. Келесі үшінші баған 70 қосу 30, ол 100-ге тең. 80 азайту 70 10-ға тең. 40-қа 50-ді қосса қанша шығады? 90 шығады және 60-дан 50-ді азайтсақ 10 шығады. Мінекей төртінші есептің 3 бағанын шығарып қойдық. Сіздер бір бағанын шығарып және сыныптастарыңызбен дәптерді алмастырып, тексеріп шығарсаңыздар болады. Мінекей 50-ші сабақта біз сандарды қосып және азайтуды әрі қарай жалғастырып үйрендік. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.